Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Астана қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі биология пәнінің мұғалімі Құдайберген Ринат Серікұлы. Сіздерге бүгінгі ұсынатын сабағымның тақырыбы биотехнология, өсімдіктердің микроклональды көбеюі және моноклональды антиденелер. Сабақтың мақсаты биотехнология, өсімдіктердің микроклональды көбеюі және моноклональды антиденелер туралы ауқымды түсінік алып, оларды биотехнологияда қолдану әдістерімен танысу. Тірек ұғымдар, яғни бүгінгі сабақтағы тірек ұғымдар ол биотехнология, клон, калус, эксплант, регенерант өсімдік, микроклональды көбею, моноклональды антидене. Биотехнологияның қолданылатын салалары. Яғни биотехнология ол көптеген салаларда көрініс табады. Яғни химиялық өндіріс, қоршаған орта, тамақ өнімдерін өңдеу, медицинада, энергетика саласында, кен орындарын зерттеу саласында, ауыл шаруашылық саласында кеңінен қолданыс табады. Енді химиялық өндірісте ол органикалық қосылыстарды, яғни микробтар арқылы трансформациялау, немесе органикалық синтездерге арналған жарт өнімдер алу, сонымен түрлі еріткіштер ретінде қоршаған орта, яғни құрамды бақылауға арналған әдістер, өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды өңдеу технологиясында жақсы қолданылады. Сонымен қатар тамақ өнімдерін өндіру, шарап істеу, яғни шарап өндіру, ірімшік, сыра, сонымен сүт қышқылдары өнімдерді істеу, тағам қоспаларына қолданады. Медицинада және антибиотиктер жасау кезінде, медициналық ферменттер өндіру кезінде, клиникалық диагностика және арналған ферменттер алу барысында, жартылай синтетикалық дәрілер өндірісінде кеңінен қолданатын ферменттер өндіріледі. Сонымен қатар вакцинада және өндіру барысында кеңінен қолданылады. Энергетикада биогаз және отынның басқа түрлерін, яғни альтернативті түрлерін алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қыртыстардың мұнай өнімін көтеретін материалдарды жәнегі өндіру кезінде кеңінен қолданады. Кен орындарын зерттеу барысында, яғни кен орындарындағы микробтар арқылы сілтісіздендіру, сонымен шашыраңқы орналасқан элементтерді микробты жинақтау кезінде кеңінен қолданады. Ауыл шаруашылығында өсімдіктерді қорғаудың микробиологиялық әдістері кеңінен қолданады. Жем қоспалары, яғни сонымен қатар микробиологиялық тыңайтқыш, ветеринарияға арналған емдік және диагностикалық препараттар, сұрыптаудың жаңа әдістерін алу барысында биотехнология кеңінен қолданады. Құрметті көрермендер, оқушылар, өздеріңіз көріп отырғандай, биотехнология қазіргі өмірде барлық қажетті салаларда көрінісін тауып жатыр. Негізі биотехнология бұл биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процестерді адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өндірісте пайдалану. Биотехнология бұл биос ол тіршілік, техни ол шеберлік, логос ол ілім. Биотехнология биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процестерді адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өндірісте пайдалану. Биос ол тіршілік, техни ол шеберлік, логос ол ілім. Биотехнологияның негізгі бөлімдері. Биотехнология дербес ғылым ретінде 20 ғасырдың ортасында дами бастады. Ол кезде оқшауланған жасушаларды және өсімдіктер мен жануарлар ұлпаларын өсіруінде бастапқы қадамдар жасалды. Генетикалық, яғни үш бөлімнің бірі ол генетикалық инженерия, жасушалық инженерия, соңген биологиялық инженерия. Генетикалық инженерия ол технологияның негізгі ДНК-ның гибридтері молекуласын алып, оларды бактерия жасушаларына, өсімдік және жануар жасушаларына енгізу.
Жасушалық инженерия ол технология, яғни инвитро жағдайында ұлпалар мен жасушаларды өсіруінде, соматикалық, яғни жынысты емес жасушалардың немесе олардан протопласттарының құйылысуына негізделген. Биотехнологиялық инженерия ол технология негізгі жасушаның биологиялық ерекшеліктерін зерттеуге және жасушаның қажетті қасиеттерін бақылау үшін компьютерлер және компьютерлік әдістерін енгізу. Жасушалық биотехнология, яғни инженерия. Жасушалық инженерия 1960 жылдары дами бастады. Сомалық жасушаларының гибридизациясы пайда болған кезінде. Сомалық жасуша көп жасушалы ағзалардың денесін, яғни сомасын құрайтын және жыныстық көбеюде қатыспайтын құрамдас бөлік. Оған жыныстық жасушалардан гамета басқа барлық жасушалар жатады. Сомалық гибридизация ол гибридтерді жыныстық қатынас арқылы емес, бір түрдің немесе әр түрдің жасушаларының әртүрлі линияларын культивирлеу арқылы жүретін процесс, яғни алу үрдісі. Өсімдіктердің микроклональды көбеюі, клондық микрокөбейту. Бұл кезде бір өсімдіктен генетикалық ақпараты бірдей көп өсімдіктер шығады. Өсімдіктерді инвитро жағдайында жыныссыз жолмен көбейтуге болады. Клондық микрокөбейту. Бұл әдіс арқылы инвитро жағдайында қолтық бүршік меристемаларының өсіруге және басқа да экспонаттардан өсіруге негізделген. Өздеріңіз назарларыңызға ұсынылған суреттен байқап отырсыздар, яғни өсімдіктің генеративті емес мүшелерін алып, оларды суретте көріп отырғандай 4 бөлшекке бөліп, соның біреуі, яғни нақты осы жағдайда жапырақты ғана алып отырмыз, жапырақты қоректік ортаға отырғыздық. Біраз уақыт салғаннан кейін өте біздің жапырағымыз, яғни көбейіп отыр, яғни суретте 3 жапырақтан көрсетілген, немесе негізі одан да көп, немесе екеу де болуы мүмкін. Кейін уақыт өте келе, бұл пробиркадағы жәнегі ыдысымыздағы өсімдік яғни сабақ береді, сонымен қатар жапырақ бере бастайды. Бұл үлкейген деңгейін біз алып қалемшелеп тағы бөлшектейміз. Одан кейін оны қоректік ортада қайтадан өсіре бастаймыз. Сол нәтижесінде бізде 3 түрлі өсімдік дарағын алып отырмыз. Бұл несімен ыңғайлы, яғни қысқа уақыт аралығында өсімдікті жылдам көбейтіп алуға мүмкіндік береді. Егер де біз табиғи жағдайда өсіретін болсақ, әрине осы 5-6 айда қалемшелеу арқылы қол жеткізетін өсімдік санын біз табиғи жағдайда бір 4-5 немесе 6 жыл күтуіміз мүмкін бе еді. Микроклональды көбею бұл өсімдіктердің инвитро көбеюі, яғни артықшылығын генетикалық тұрғыдан бір текті егу материалдары, яғни өсімдіктерді вирустардан босату, көбею, коэффициенті жоғары, яғни 10-ның 4 дәрежесінен қылқан жапырақтар үшін, ал 10-ның 6 дәрежесі ол шөп тәріздес өсімдіктер үшін. Сұрыптау процестерін қысқартады, яғни дәстүрлі әдіспен қиын көбейетін өсімдіктерді өсіру, жыл ішінде жұмыстарды өткізу, яғни бір жылдың ішінде жұмыстарды өткізіп алу, сонымен қатар өсіру процесін автоматты түрде өткізу мүмкіндігі, жойылып бара жатқан өсімдіктерді көбейтіп алуға мүмкіндік береді. Мысалы, Қазақстанның қызыл кітабында енген регель алмұрты мен жабайы жүзім мысалы бола алады. Микроклональды көбейту өсімдіктердің кемшілік тұстары, яғни қандай қиыншылықтар тудырады. Ол өсімдіктердің шығыны көп болады, яғни қымбатқа түседі, көп еңбекті қажет етеді.
Осы себепті ол әзірше селектикалық жұмыстарды қолданылады және басқа жолдармен көбеймейтін өсімдіктерді көбейту үшін пайдаланылады. Яғни бұл жерде әрине көп мөлшерде қоректік орта қажет. Микроклональды көбею сатылары, яғни өсімдік донорды таңдау, экспонаттарды бөліп алу, стерилді жақсы өсетін дақылдарды алу. Екінші, микрокөбейтулердің өзі, яғни максималды меристемалық клондарды алу кезеңі. Үшінші, көбейген өркендерді тамырландыру және олардың топыраққа адаптациялану, яғни бейімделуі. Жылыжай жағдайында өсімдіктерді өсіру және егістікке отырғызуға дайындау. Енді кестеге назарларыңызды аударсаңыздар, яғни өсімдікті көріп отырсыздар, содан вегетативті мүшесін яғни бөліп алдық. Нақты жағдайда өсімдіктің жапырағы тағы да инвитро жағдайында егіп қойылады. Одан кейін біраз уақыт өте ол инвитро жағдайында көбейеді, яғни өсімдік дамып өседі. Оны өскеннен кейін инвитро жағдайында сақтайды, тамырландырады, яғни тамырлары шыққаннан кейін оны стерилді емес жағдайға қалыптастыру, яғни табиғи жағдайға қалыптастыру. Сөйтіп, кейінірек негізгі коллекцияларды ашық далалы жерлерде ұсталады. Бұл микроклональды көбеюдің негізгі кезеңдері. Өсімдіктерді бастапқы ұлпалардың экспонаттарын инвитрода және өсіру. Бұл кезеңде қоректік ортада инфекциядан таза ұлпаларды өсіріп, олардың тіршілігін сақтап, экспонаттарды тез өсуіне қол жеткізу қажет. Өсімдіктерді көбейтуде жетістікке жету, яғни экспонатты дұрыс таңдап алудан басталады. Бұл кезде донорлық өсімдіктің өсу фазасы және өсу жағдайларының ескеру міндетті түрде қажет. Нақтылы микрокөбейту кезеңі. Экспонатта бастама жасушалар, яғни инициалдар санын көбейтіп, олардың өркендерінің пайда болуына жағдай жасау. Көбейтілген өркендерді тамырландыру және оларды сақтау. Бұл кезде тамыр жүйесінің қалыпты өсуіне қолайлы жағдай жасалады. Қоректік ортада тамыр пайда болуына жауапты фактор ауксин қосылады. Одан кейін өсімдіктерді топыраққа отырғызуға дайындау басталады, немесе сақтау үшін төмен температура жағдайына ауыстырылады. Сол жағдайда өсімдіктің өсуі тежеліп, оны ұзақ уақыт сақтап, қажет уақытта қайта пайдалануға болады. Өсімдіктерді топыраққа отырғызу. Алдын ала өсімдіктерді бұған бейімдеу жұмыстары жүргізіледі. Олардың патогендік микроорганизмдерге, яғни микроағзаларға және сыртқы ортаның қолайсыз факторларына тұрақтылығын арттырады. Әдетте ауа ылғалдылығын жоғарылатады және жарық қарқындылығын арттырады. Өсімдік гетеротрофтық қоректенуден автотрофты қоректенуге көшеді. Назарларыңызға ұсынып отырған бейнеден көруге болады, яғни өсімдік жапырақтары алынды, 6 апта уақыт аралығы, одан кейін ол инвитро жағдайында егілді. Ол 4 аптадан кейін қайтадан бөлшектеп егеді. Сол нәтижесінде бізде 3 қазір өсімдік тарағын көріп отырмыз. Кейінірек ол 1-ден 9-10 инвитро жағдайында өсіріледі. Сөйтіп ол тез әрі жылдам, салыстырмалы түрде тез жылдам көбейтіледі. Енді сіздердің назарларыңызға өсімдіктің микроклональды көбеюі туралы видеоны ұсынамын.
Микроклональды көбею әдістері өсімдікте бар меристемаларды өсімдік сабағының апексі, сабақтың қолтық және тынық бүршіктерін белсендіру. Бүршіктер немесе эмбриоидтардың де деново пайда болуының индукциясы. Экспанттың ұлпаларынан адвентивті бүршіктердің пайда болуы, яғни соматикалық эмбрионогенездердің индукциялануы, индукциясы. Бірінші және ауыстырылып отырғызылатын каллусты ұлпасында адвентивті бүршіктердің дифференциациясы. Сіздерге осы туралы келесі қысқа видеоны ұсынамын, кейінірек жалғастырамыз. Исследователи Крусел открыли полностью человеческие моноклональные антитела, способные нейтрализовать вирус, чтобы остановить инфекцию гриппа. Эти антитела специфически связывают HA-белки и встраиваются в клетку вместе с вирусом. Когда в поздних эндосомах pH падает, антитела остаются связанными с плотно законсервированными эпитопами, находящимися в основании HA-белков. Теперь антитела блокируют возможность структурных изменений HA-белков, тем самым предотвращая слияние и заражение вирусом. Попав в ловушку, вирус разрушается, оставляя клетку неповрежденной. Кроме этого, некоторые из открытых антител могут предотвращать начальное расщепление HA-белков. Они связываются с тщательно изолированными эпитопами рядом с местом расщепления HA-белков, тем самым не давая протеазам хозяина активировать вирус. А нерасщепленный вирус не заразен. Клетка и пациент в безопасности. Яғни микроклональды көбею әдістері. Өсімдікте бар меристемаларды өсімдік сабағының апексі, сабақтың қолтық және тынық бүршіктерін белсендіру. Бүршіктердің немесе эмбриондардың деново пайда болу индукциясы, экспанттың ұлпаларынан адвентивті бүршіктердің пайда болуы, соматикалық эмбриогенездің индукциясы, бірінші және ауыстырылып отырғызылатын каллусты ұлпасынан адвентивті бүршіктерінің дифференциациясы. Өсімдікте бар меристемалардың өсімдік сабағының апексі, сабақтың қолтық және тынық бүршіктері және белсендіру. Жиі қолданылатын әдіс өсімдіктерде бар меристемалардың даму белсендіру. Апикальды доминанттылықты алып тастау әдісіне негізделген. Сабақ ұшындағы меристеманы алып тастау және инвитро жағдайында гормонсыз ортада бүршіктерді микротілу, яғни орысша микрочеренкование. Қоректік ортаға цитокиндерді қосады, қолтық бүршіктердің дамуын индуцирлейді. Дәл осы жүйе, яғни схема күйінде берілген. Екінші әдіс ол экспанттың ұлпаларынан адвентивті бүршіктердің пайда болуының индукциясы. Ортаның қолайлы жағдайында өсімдіктен жеке бөлінген бөлімдердің жетпейтінін мүшелерді қалпына келтіру қабілетіне негізделген. Яғни бір мүшелерден толық өсімдікті регенерациялау. Бұл әдіспен көптеген лалагүл тұқымдастары, қызанақ, ағаш өсімдіктері көбейтілген. Адвентивті бүршіктердің каллус ұлпасында дифференциациясы. Каллусты дақылдар арқылы қантты қызылша, дәнді дақылдар,
қабат, күнбағыс және тағы басқа өсімдіктерден жақсы көрінеді. Қоректік ортадағы каллус. Яғни каллус дегеніміз бұл дифференцирленбеген жасушалардан құралған ерекше ұлпа. Яғни қазір суретте сіздер көріп отырған бұл бірінші каллус. Каллустан барып бүршік пайда болды, яғни бүршіктенді. Кейінірек жәнегі өсімдік регенерант пайда болды. Оң жақтағы суретте ұсынылып отырған ол қатты бидайдың және регенерант өсімдігі. Жасушалық инженерияның міндеттерінің біріне жасушалық әрекеттесулердің негізінде жаңа қасиеттері бар жасушалардың жүйесін құру. Жануарлардың және адамның ағзасында бөгде микромолекулалар енген кезде оларға полисахаридтер немесе ақуыздар жататын жәнегі қанда қорғаныс болатын ақуыздар пайда болады. Яғни ол антиденелер. Антиденелерге бірегей таңғажайып ерекшелік тән. Әрбір антидене өзінің антигенінің таниды және олар бір-біріне кілт пен құлып принципі бойынша сәйкес келеді. 1975 жылы Цезарь Мильштейн және Георг Келлер антиденелердің жалғыз ғана түрін синтездейтін және культурада өсетін гибридті жасушаларының алғаны жайлы мақала жазған болатын. Яғни осы еңбектің бастамасын бастаған ғалымдар. Антидене дегеніміз ол бактерия мен вирус тәрізді ағзадағы бөгде заттарды анықтайтын, иммун жүйесінен қолданылатын жәнегі нәруыз. Ал антидене арнайы нышан антигенге арналған. Моноклональды антиденелер, яғни MAB әрпімен беріледі, бір жасушалық клонға жататын, яғни бір иммунды жасуша өндіретін антидене. Кестеде көріп отырсыздар антиген, яғни антиген жәнегі антиденеге кілт пен құлып принципі бойынша сәйкестендіріліп тұрған көріп отырсыздар. Енді қазір осы антидене дегеніміз не деген тақырыпта сіздерге келесі видеоны ұсынамын. Кейінірек ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. An antigen, such as a protein, has several different sites that can react with different antibodies. Monoclonal antibodies are antibodies that react with only one particular site on an antigen, called an epitope. Consequently, they are highly specific and have applications in diagnostic microbiology and cancer therapy. The first step is to inoculate an animal with the antigen carrying the specific epitope. B cells are then isolated from the spleen and then mixed with a type of cancer cell called a myeloma cell that grows continuously. The two types of cells fuse together to form cells called hybridomas. The mixture of cells is cultured under conditions which permit growth of the hybridoma cells, but not the B cells or the myeloma cells. The hybridoma cells are then separated into individual chambers and tested for ability to produce the desired antibody. The hybridoma cells producing the desired monoclonal antibody are then cultured, and monoclonal antibodies are isolated and purified. Яғни бұл жердегі әдістің алғы шарты миеломалардың алынуы, яғни ісік жасушалары. Екінші, миеломалардың ағзадан тыс жағдайда бейімделуі. Үшінші, жасушалардың сомалық гибридизация әдісі. Моноклональды антиденелерді алу әдісі, яғни инвитро немесе инвиво. Жануарларды иммунизациялау. Екінші, көк бауырдағы жасушаларды бөліп, оларды құйылысуға дайындау.
яғни құйылыстыру, гибридомды жасушаларды клондау, келесі керекті клондарды сұрыптау, көптеген гибридомды жасушаларды алу, антиденелері бар культуралды сұйықтықты немесе асидті алу, антиденелерді бөлу. Бұл аталған жәнегі сатылар болатын. Гибридома алудың негізгі сатылары. Яғни тышқанға арнайы, яғни спецификалық антиген енгізеді. Ол антиденелердің синтезінің басталуына, яғни антигенге қарсы әсер етеді. Тышқанның көк бауырынан гомогенизациялау нәтижесінде жасуша суспензиясы алынады. Ол суспензия құрамындағы енгізілген антигенге қарсы антиденелерді синтездейтін Б жасушалары лимфоциттер болады. Көк бауыр жасушаларының орта шексіз бөліне алатын миелома жасушаларымен араласады. Кейбір антидене продуциялейтін көк бауыр жасушалары және миелома жасушалары құйылысады. Нәтижесінде гибридті жасушалар пайда болады. Ол гибридті жасушалар ортада үздіксіз бөлініп өседі және антиденелерді бөледі. Өздеріңіз кестеден байқап отырсыздар, бірінші қадам, яғни антиген енгізді, екінші жағдай жәнегі көк бауырдан алынды, үшінші жағдай жәнегі Б жасушалары, келесі пробиркада және фракцияларда бөлініп көрсетіп отыр. Ол көк бауыр жасушасы ақ түсті, келесі сары түсті ол миелома жасушасы, немесе гибридті, ол жәнегі гибридті жасушалар. Миелома жасушаларының культурасы, яғни өсірілуі, одан кейін миелома жасушаларының суспензиясы. Міне бұл гибридома алудың негізгі сатылары болып табылады. Яғни жасушалардың қоспасын селективті ортаға салады. Келесі кезеңде ол ортада тек гибридті жасушалардың өсуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар құйылыспаған миеломды жасушалар Б лимфоциттері жойылады. Сонымен кейін гибридті жасушалар пролиферацияланады және гибридоманың клондарын құрайды. Гибридомдар керекті антиденелерге тексерілінеді. Таңданылған гибридомаларды культивирлейді. Моноклональды антиденелердің көп мөлшерін алу үшін қолданылады. Бірінші суретте көріп отырғаныңыз гибридті жасушалар, яғни миеломды жасушалар, екіншісі Б лимфоциттер. Келесі гибридомалар, соңғысы керекті моноклональды және антиденелер. Назарға кестеге және аударып егерде қарасақ, бірінші суретте және тышқанға антиген енгізілген күйі беріліп тұр. Келесіде көк бауыр жасушалары алынады. Кейін миелома жасушаларымен құйылысу жүреді. Кейін орталарды арнайы лункаларда сақтайды. Жасушаларды яғни көбейтеді, клондайды. Осы әдістер барысында бір колониясы бар жәнегі лункаларға сақтайды. Содан кейінірек жасушалардан пролиферациясы жасалады. Антиденелерді культуралды сұйықтықтан бөліп алу үрдіс жүргізіледі. Ол жерде иммунофермент анализ немесе радиометриялық анализ. Яғни келесі жасушаларды мұздату және сақтау. Асидті сұйықтық. Яғни бізде алынған жасушалардың пролиферациясы осындай екі әдіс арқылы бізде сақтауға келеді. Антиденелерді бөлу. Культуралды сұйықтықтан 1 миллилитрінде антиденелердің саны бірнеше микрограммға жетеді.
Асидті сұйықтықтан жануарлардың басқа иммуноглобулинімен ластанған, бірақ антиденелердің концентрациясы жоғары болады, яғни 1 миллилитрде бірнеше миллиграмм болуы мүмкін. Жетеді яғни. Антиденелерді тазалау бұл толық тазаланбаған иммуноглобулин фракциясын ақуыздың тұздануымен және одан кейінгі диализ әдісімен алуға болады. Таза антиденелерді алу үшін біріншіден оларды тобын анықтайды, себебі әртүрлі иммуноглобулиндердің тазалау әдістері басқа таза антиденелерді алу үшін ең қолданбалы иммуносорбент әдісін қолданылады. Егер антиденелерді ондай әдіспен бөліп алмаса, онда аффиндік және ион алмасу хроматография әдістерін қолданамыз. Рекомбинантты антиденелерді алу. Е. коли көмегімен бір жағынан арзан болып келеді. Антиденелердің керекті бөліктерін қиылыстыруға болады. Моноклональды антиденелерді қолдану, яғни медициналық диагностикада егер антиденелерге магнитті немесе радиоактивті заттарды қосып, оларды ағзаға енгізсек, онда патологиялық аймақтарды анықтауға болады. Екінші, иммунофермент анализ, ИФА. Яғни антиген және антидененің сапалық анықтаудың және сандық өлшеуінің зертханалық иммундық әдісі ИФА негізінде антиген мен оған лайықты моноклональды антидененің арнайы әсерлесуі. Заттарды тазалау. Антиденелерді қатты матрицаға жалғап, құрамында іздеген антиген бар қоспаны құяды. Пайда болған антидене комплексін керек емес заттардан жуып, антиген және антидене арасындағы байланысты үзіп, қоректі антигенге айналдырады. Немесе қоректі антигенді алады. Салыстыру. Микроклональды көбейту бірінші суретте берілген, екіншісінде моноклональды көбейту. Сіздерге ұсынылатын, яғни бірінші өзіндік тапсырма, ол осы екі әдісті өзара бір-бірімен салыстырып шығу. Келесі бізде ұсынылатын бұл Вен диаграммасы арқылы микроклональды көбейту және моноклональды көбейту әдістерін салыстыру. Яғни осы кестенің ерекшелігіне сәйкес, сол жақта микроклональды көбейтуге тән ерекшеліктер, оң жағында моноклональды көбейтуге тән ерекшеліктер тізбектеп жазамыз, ал ортасында екі көбейту әдісіне де ортақ белгілерді теріп жазамыз. Бұл тапсырманың орындалуына 10 минут уақыт беріледі. Назарларыңызға рахмет.